Баршаларыңызға ассаляму-алейкум. Осы видеода Аллах тағаланың көркем 99 есімін жалғастырамыз. Біз 61-ші есімге келдік. 61-ші есім Әл-Мухи есімі. Әл-Мухи деген жан беруші, тірілтуші дегенді білдіреді. Мысалы, ана құрсағында кішкентай тұқым болып жатқан кезде болашақ өмірге келетін сәби, Аллах тағала оған жан береді, оған өмір береді. Яғни өмірінің қандай болатынын барлығын жазып қояды, Аллах тағала. Яғни осы Әл-Мухи есімінен көрініс табады. Екінші мысалы Аллах тағала бізге азық-түлік беру үшін бірінші жерге жаңбыр жаудыртады. Ол жерден құнарланады. Одан жеміс-жидектер, көкөністер өседі, дәнді дақылдар өседі. Аллах тағала солай жандандырып, яғни өмір беру арқылы келесі тіршілік иелерінде қоректендіруде. Сондықтан да Аллах тағаланың Әл-Мухи жан беруші деген есімнің мағынасын түсініңіздер деген ойдамын. Келесі есім 62-ші есімі Әл-Мумит. Әл-Мумит дегенді өлтіруші, қайтадан жан алушы дегенді білсек болады. Ол қалай? Аллах тағала әрбір жаратылысына өлімді маңдайына жазған. Кез келген адам өледі, өлмейтін адам болмайды, соның барлығын жазып қоятын Аллах тағала қай есіммен көрсетіп тұр? Әл-Мумит есімімен көрсетіп тұр. Және де қиямет күні өлгеннен соң қайтадан тірілтетінде Аллах тағала соны ұмытпайық. Әл-Мухи мен Әл-Мумит есімі бірге жүреді. Әл-Мухи тірілтуші, Әл-Мумит жан алушы, өлтіруші деген мағыналарды білдіреді. Келесі есім Әл-Хай есімі. Мәңгі тірі, ұйықтамайды, қалғымайды деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағала мәңгілікке тірі болады. Аллах тағаланың өмірінің басы жоқ, Аллах тағаланың өмірінің соңы жоқ. Яғни шексіздік иесі Аллах тағала. Және де бұл есім арқылы нені білуге болады? Аллах тағала Әл-Хай есім арқылы қайғырмайтынын көрсетіп тұр. Аллах тағала ешқашан қайғырмайды Әл-Хай есім арқылы. Келесі 64-ші есімі Әл-Қайюм есімі. Яғни тәуелсіз, мұқтаж емес деген мағыналарды білдіреді. Яғни Аллах тағала бүкіл жаратылыстарын жасаған кезде ешқандай көмекке мұқтаж болған жоқ. Ешкімнің көмегіне мұқтаж болмады, барлығын өзі басқарды. Және де Аллах тағала бүкіл өмірлерді басқарып тұрушы Әл-Қайюм есімі арқылы. Және де соңғы есім бізде Әл-Уәджид есімі. Бай, мұқтаж емес деген мағынаны білдіреді. Бірақ қараңыздар, Әл-Уәджид есімінде Аллах тағала бай екенін қалай көрсетіп тұр? Аллах тағала кез келген қажеттіліктердің ешқайсысына мұқтаж емес. Яғни Аллах тағалада қажеттілік жоқ. Ешқандай қажеттілік жоқ. Сондықтан да бір мағынасы осы, екінші мағынасы бай деген білдіреді. Яғни Аллах тағалада барлығы бар. Және де Аллах тағала жаратқан кезде ешкімнің басқаруына, ешкімнің жоспарына, еш нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Аллах тағалада бәрі болды, бәрі бар. Сондықтан да бай деген мағынасını осылай ашсақ болады. Бүгін 5 есімді қайталайық. Бірінші Әл-Мухи, Әл-Мумит, Әл-Хай, Әл-Қайюм, Әл-Уәджид. Бұл жерде өлім мен өмірдің арасына есімдерге жақын болып келді. Сондықтан да өмір беріп жатқан Аллах тағалаға шүкіршілік айтып, бізді қайтадан өзіне қайтарып өлтіретін Аллах тағалаға да біз қайтатынымызды ұмытпайық. Әрқашан тәубе етіп, күнәларымыз үшін кешірім тілеп жүрейік. Баршаларыңызға ассаляму алейкум. Осы видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.